Алейкум ассалям. Рұқсат, әрине. Пайғамбардың қазір енді ойыма келіп тұрған шапағатына ие болсақ екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсек екен деген сондай бір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қоштасу қажылығында, қоштасу хұтпасында айтатын бір сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: сендермен кездесулерім бұл жер емес, сендермен кездесу. Сендермен біз хауд, яғни жаңағы су, хауыз деп қазақшада айта береді, сол хауыздың алдында кездесеміз дейді. Уаллахи дейді, мен сол қазір, сол сәтті дәл қазір көріп тұрмын дейді. Сол кездесуімізді деген секілді. Сол бір ерекше әсер етеді. Ертең біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды сол жерде кездестіріп, ол кісі бізді қабыл ете ме, қабыл етпей ме, қалай болады, сол нәрсе. Барынша тырысамыз енді. Оны бір мен қазір сізге осынша айтам, былай айтам деп айта алмаймын. Жалпы ғалымдарымыз салауатты көп айтатын адамдардың қатарына жату үшін бір топ ғалымдар айтады, кемі 300 рет айту керек дейді күніне. Ал бір топ ғалымдар айтады, оның көп, яғни бос уақыты, сол уақыттардың барлығында сөйлеспей, басқа әңгіме айтпайтын, мысалы біреумен сөйлеспеген кездердің барлық уақытында ол сол салауатпен өткізуі керек дейді сол кезде. Немесе ол сондай салауатты соншалықты көп айтады, адамдар арасында сондай, мына кісі салауатты көп айтады екен деген сияқты сондай бір танылып кетсе деген секілді, осындай ғалымдарымыздың 3 түрлі көзқарасы бар. Алланың өзі бұйырып тұрған кезде, періштелері салауат айтады деп тұрған кезде, біз қалай бұл бір Алланың бұйрығын орындамаймыз. Сондықтан Алланың өзі бұйырып тұрған бұйрықты иншалла бүкіл мұсылмандар соған ұмтылып, сол бір періштелер ие болған шарапатқа бізде мұсылмандар, жер бетіндегі адамдар сол бір шарапатқа ие болып қалып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуымыз керек.